Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Гүлсесім. Бүгін сіздерге 20 минутта дайындалатын осындай нәзік, әдемі әрі дәмді болып шығатын балды торттың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Және каналға тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға осындай балымызды құйып, жай отта қыздырамыз. Қызған кезде осындай көпіршіктер пайда болады. Сол кезде ас содасын салып, осындай реакция пайда болады. Көпіршіктері пена тәріздес көпіреді. Соны былғап тұрамыз, міндетті түрде үзбей былғаймыз, және оның түсі өзгереді. Үзбей былғайсыздар, үстіне майымызды қосып, бірге ертеміз. Барлық майымыз ерігеннен кейін астын сөндіріп, осылай қойып қоямыз. Енді жұмыртқамызды дайындаймыз. Жұмыртқамызға қантымызды қосып отырып, миксердің жай жылдамдығынан бастап жоғарылатып миксерлейміз. Аппақ көпіршік болғанша миксерлейсіздер осылай. Енді жаңағы дайын тұрған массамызды осылай жайлап құямыз. Аз-аздан құясыздар. Жұмыртқаның үстіне аз-аздан құямыз, осындай етіп барлығын біркелкі миксерлейміз. Осының үстіне електен өткізілген ұнымызды 2 бөлікке, 3 бөлікке бөліп қосып, осылай миксерлейміз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Мен 2 бөлікке бөліп миксерледім. Мінекей достар, осылай 2 рет бөліп миксерлейсіздер. Мінекей достар, сол кезде осындай масса шығу керек. Қою да емес, өте сұйық та емес, осындай қоймалжың масса шығу керек. Енді ыдысымызды дайындап алып, пергамент қағазын төсеп, осылай етіп құямыз. 2 ас қасықтан немесе 3 ас қасықтан есептеп құясыздар. Сосын барлығын біркелкі жұқалап тұрып жаямыз. Өйткені ол қазір көтеріледі. Мінекей дайын, осылай жұқалап жаясыздар. Енді 180 градуста 6-7 минуттай піскенін қарап отырасыздар. Енді кремін дайындаймыз. Кремі өз қалауларыңыз бойынша немесе сгущенкамен, немесе вареный сгущенкамен болмаса заварный тестомен істеуге де болады. Бірақ мен 28% декормен жасадым кремді. Бұл үй жағдайына өздеріңізге болады істеуге. Ал қонақтық болса, міндетті түрде 33% сливкиден алыңыздар. Мінекей салқын декорды 28% осылай миксерледім қоюланғанша, және осының үстіне мен вареный сгущенка қостым. Қою вареный сгущенканы үстіне қосып, біркелкі миксерледім. Сонда менде осындай крем пайда болды. Қою қоймалжың крем пайда болды. Мінекей достар, менде осындай крем пайда болды. Немесе тек қана сгущенканы жағып та жинауға болады медовыйды. Менде осындай қоймалжың қою крем пайда болды. Мен осыны қолданамын. Енді бисквиттарымызды жинаймыз. Менде осындай 3 корж шықты. Алдымен ыдысымызды дайындап аламыз, кремімізді жақындатып, енді тестімізді кремге жағамыз. Мінекей достар, осылай біркелкі етіп жағып, беттерін тегістеп, жан-жағын әдемілеп, осындай етіп жағасыздар. Мен жинап болдым. Бізде кремі, коржы дайын. Енді үстін сәндейміз. Ол үшін мен жаңа қалған қалдықтарды тегістегенде духовкаға салып, қайтадан кішкене қойып аласыздар. Ол сонда қатып қалады. Сонда қатқан кезде оқтаумен істеуге оңай болады. Сол кезде осындай үгінділерін алып, оқтаумен үгітіп, осындай електің ішіне салып істесеңіздер, ол жақсы болып шығады. Біркелкі беті тегіс, кәдімгі дүкеннің несі сияқты, медовый торт сияқты болып шығады. Біркелкі електен өткізіңіздер міндетті түрде. Сол кезде осындай теп-тегіс болып шығады беті. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, және комментарийге ойларыңызбен бөлісіңіздер. Әлі де көптеген рецептілер болады, және қандай рецепт күтесіздер, комментарийге жаза кетіңіздер.